Достар, ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Илови арнасы. Достар, бүгін бізде Бенджамен Павар бар емес пе? Сол Бенджамен Паварды алдық. Бұл жігіт деген 400 мың теңге тұрады. 79 болса да. И бұны біз қазір 90 рейтингке көтереміз. Мына алдында алған Фердинандты біз тренировка құртамыз. Өйткені маған Фердинанд керек емес. Ашин ала салған, негізі Фердинандты әзірше составқа қоюға ала салған Фердинандты. Ал енді маған Фердинанд негізі керек емес. 11 плюс қосамыз қазір біз 786 мыңға. Так, татыр. Дұрыс. Кетті ал. Бізде Бенджамен Павар 90 рейтингке көтердік. И бізде қазір көрейік. Ой. Сурет өзгерді, көрдіңдер ма? Сурет өзгеріп кетті. Ой. Неткен керемет десеңші, а? Ё-моё, мощный. Мощь. Так, тренировка, передача, ататыр. Ташмана Люка Йовичті алып. Люка Йович. И келесі шыққан кезде мен кімді аламын ана? Келесін Лингардқа жинаймын. Лингардтың 91-іне, сол кезде Лингардтың 91-іне алып аламын. Люка Йовичті бүгін шыққан кезінде алып алдым. И Ходсон Одойды береміз. Рангты 30 мың теңге. И достар, бізде көтердік. Өте керемет. Бізде овер қателеспесем 114 болды. Өзіміздің оверге қайтып келді. Ал достар, енді келесі осыдан кейін енді біз қазір балықты аламыз. Балықты примерно 1 апта күту керек болады. Мен сендерге айтқанымдай 1 аптадан кейін алам дедім. 1 аптадан кейін. И 1 апта өтті. 2 апта бұрын мен Фердинандты алған болатын. И мен бүгін Михаил балықты алатын боламын. Бұл жігітті енді 1 апта күттім. И жеттім. Характеристикасы ұнады. Кімнен қарағанда? Швайнштайгерге қарағанда. Негізі Бавариядан көмер аз. 3 көмері бар. И то үшеуі де ЦП, Матеус, Швайнштайгер и Балык. Осы ойыншылар болатын. Ал Балыкты алдық. Жеттік қой арманымызға. Енді көрейік. Награда дейді. Аха. Менің алып атқан 3-ші көмерім бұл, е? 3-ші көмері ғой бұл. Менің алдындағы Фердинандты көргендерім бойынша Фердинанд Бенджамен Павардың тренировкасына кетті. Ал менде так. Бізде міне барлығымен гиперлинк болады. И так. Ранг аудару керек та бізге. Біз қазір Бехэмнің рангын алып. Бехэмдікін алайын ба? Я Бехэмдікін ала берейін. Далее. Так. Менде көріп тұрғанында Лингард тұр. И анау 90 тұр. И Йович бар менде. Люка Йович. Оны міне ақтап тұр. Міне көмердің несіне қолданған болатын. Заданиясына. Осы 90 плюсті алған болатын. Ана неден. И бізде қайтадан 117 болды рейтинг. И мен бұл балықты тренировать етем. Татыр. Міне ақтан бізде Недвидті алып тастау керек екен ғой. Бұл Недвидтің орнына Окамбусты қойып жіберейікші. Так, міне қайттық.
Бізде Недвид ең алғашқы алған кумирім. Бұл Недвид енді ең алғашқы алған кумирім болады. Қош бол. Бұның көп пайдасы тиді маған. Фердинандтың вообще пайдасы тиген жоқ. Оны шамалы қолдандым да, ракқа беріп жібердім. Михаэль Балак біз алдық енді. Бұл жігітті өте керемет. 3-тен қосқан ба, иә. Өте керемет. Бізде рейтинг көтерілген жоқ. Бәрібір, короче. Бұл жерде енді характеристикасын қарайтын болсақ, 87 скорость, 94 удар, ловкость 87, передача 99, физика 92 и өте керемет ойыншы. Маған ұнаған. Бізде фул Бавария ғой. И мынау білетін шығарсыздар енді, бұрын Бавария сапында ойнаған ойыншы. 2019 жылы Бавариядан Боруссияға ауысқан болатын. Сол себепті мен бұны бұрынғы ойыншысы ретінде алдым. Өйткені маған Боатенг ұнамады. Боатенгтің защитасын нашар, өткізіп қоя берді бәрін. Енді мынау нормально деп ойлаймын Боатенгтен қарағанда. Достар, осымен видео аяқталды. Менің Баварияның командасына 2 ойыншы қостым. Міне бізде барлық Бавария ойыншысы жиналды. Енді келесі событияларда тағы да Баварияның защитниктерін күтем, Зюле сияқты ойыншыларды. И сол кезде соларды алатын боламыз. Сау болыңдар.